деп айттым. Шын айтам. Онда үміттімін деген нәрсе болған жоқ. Мына жерде үмітті болғанмын, уже қазір мен сәл-сәл әңгімелер айтатын болсам, сен я үміттімін деп айтатын сияқтысың. Өзіңнің аузыңнан әрбір шыққан сөзіңе өзің жауап бере сал. Айтпайды ол олай. Айтпай ма? Сіз не болды? Айналайын, мен сізге сөйлеп атқан жоқпын. Араласпа дедім ба, араласпа. Араласқым келіп отыр менің. Біз сөйлесіп отырмыз, аба деп. Өзіңіз келдіңіз да, үміт деп араластыңыз. Мен не болды? Не істедім мен? Айтшы конкретно да. Айтсайшы, мен не істедім сонда болатында, е болатында. Мен саған қандай бір деме жасадым ба, повод бердім ба? Жоқ, бұл кісі мен может қызғанады деп ойлап не айтқан шығар. Мен именно сізге қызғанбаймын, уайымдамаңыз. Айналайын, мен қызғандыру үшін мына жерде бір бәле істеп жатырмын ба? Или менің тарапымда бір нәрсе болып жатыр ма? Иә, конкретно сіз микрофонды жұлып алып. Енді по факту ғой мен істеген нәрселерді айтып жатырмын ғой. Қай жерде мен өтірік сөйлеп тұрмын? Мен никогда мына жақта ешқашанда өтірік сөйлеп, ешқашанда өтірік сөздер қоспағанмын. Все хорошо, мен Жанбекті кешірдім. И мына жердегі қоясыз ба, болды ма? Мен кешірдім. Все, мен кешірдім Жанбекті. Қоя салыңыз, все. Қыздар, сізге айтып қыз мен өйтіп аузым жаппаңыз, мен қай жерде өзім қоямын, өзім білем. Нұрай, не болды? Не болды сонша айқайлап? Мен сізге айқайлап отырмын. Маған сөйлеме болды. Все, хорошо. Сөйлеме деп өзі сөйлейді бір-бірімізге. Өзі сонда өзі. Кім сұрақ қояды? Басқа адам микрофон алып сұрақ қоя беріңіз. Мен Нұрай түсінбеймін. Жәнібек, Нұрайды түсінбейтін болсаңыз, жанына жоламаңыз. Жалпы адам өзінің таныстығын бірінші қарқ қылдырып алу керек, содан кейін басқа қыздарға әзілдеңіз. Айналдырып билемеңіз, сұрамаңыз. Сен жаңа әзілдедің бе, әлде шын айттың ба, не керек? Керек болса, 1000 қыз ғашық болсын, сізге жүре беріңіз, өзіңіздің таныстығыңыз өзіңізде емес пе? Қалай болды, сіз өзіңіз айтып беріңізші, мақұл? Мен ойлаймын, Майя өте түсінігі мол қыз. Егер де сізбен Нұраймен арада таныстық еш нәрсе керек емес болса, бірден өзіңізді ұстап жүріңіз, керек емес, артық әзіл. Және Нұрай, сізге Жәнібекпен таныстықта әңгіме де керек емес қой, достықта керек емес қой. Керек емес болса, онда бір-бірлеріңізден аулақ жүріңіздер. Майя ұрыс шығарып отырған жоқ, түсіністік танытып отыр. Жас болсам, осыдан кейін ондай болмайды. Және таныстық? Иә, әрине таныстық жалғасады. Жалғасады. Егер жалғасатына бар екен, жеке кездесу ұйымдастырып, қыздың көңілін тауып, оның да не қалайтынын біліңіз. Жай ғана өзіңізге ұнайтындай етіп, жігіттерді шақырып жүре бермеңіз. Майя, саған не ұнайды, қандай қарым-қатынас болу керек бізде деп ақылдасып сөйлесу болу керек екі адамның арасында. Түсінікті ғой, Майя, келгеніңізге рахмет. Жақсы кездесулер күтеміз. Жас болсам. Шығарып салайық. Жайғасыңыз, Жәнібек. Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Және де ортаға Әсемді шақырамыз. Енді құрметті көрермен, Расул эфирде жоқ. Белгілі бір себептермен сұраныпты редакциядан, бірақ енді біздің оған сенгіміз жоқ. Себебі үміткері бар еді, Аружан есімді. Бірақ ол қыз өте қатты ренжулі. Неге деп ойлайсыз, Әсем? Қайырлы күн, Болашақ ханым. Қайырлы күн. Неге екенін енді барлығын біліп тұрмын, жерде. Енді Расул өзі келмеген. Иә, тыңдап тұрмын. 3 күннен бері өзі келетін шығар, осы жерге екеуміз бірге шығып барлығын түсіндіретін шығармыз деп ойлағанмын. Негізі сол үміткері келген күні Расулдың екеумізде кенетін жақта әңгіме болып қалды да. Екеуміз сөйлестік. Иә. Қандай сөйлесу болды? Мен негізі былай кенетін жаққа бара жатқан кезде Расул қасымнан өтіп бара жатты. Мен жай ғана еркек сияқты әңгімелер айтсай, мен мына жерде каждый раз түсіре бермей деп, жай ғана солай адамгершілікке салып, кішкене ойланып сөйле деп айттым. Сол кезде тоқташы сөйлесейікші деп, менен кешірім сұрағаны бар. Осы жерге мен енді үміткерді де өзім шақырдым, сені қызғандыру үшін деген сияқты әңгімелерді айтты. Мына жерде маған демек, Аружан екеуі таныс. Екеуі таныс.